Көнеден бүгінге жеткен қобыз аспабы Орта Азия, Кавказ маң елдері, Сібір халықтарында жақсы сақталған. Бүгінде киелі қобызымызды дәріптеу өзге елдер өнерпаздарының қатысуымен де жалғасын тауып келеді. Күні кеше елордамызда өткен Тілеп Аспантайұлы атындағы қылыш екті аспаптарда ойнайтын музыканттар арасындағы екінші халықаралық байқау сөзіміздің бір дәлелі. Музыкалық аспаптың біреуі бұл қазақтың қара қобызы. Оған дәлел Алтайдан табылған қобыз 5-6 ғасырдың қобызы. Оны мен былтыр біреуін алып барып, Рим папасына сыйлыққа бердім. Бізге келген қазір 17 елден 30-ның сыртында қатысушылар. Ал енді бұның маңызы бұл халықтардың арасын қосады. Байқау Тілеп Аспантайұлының туғанына 260 жыл толуына және бас қаламыз Астананың 20 жылдығына орай ұйымдастырылды. Ресей, Қытай, Жапония, Үндістан, Иран, Әзербайжан сынды әлемнің 15 елінен келген қобызшылар бір сахнада бақ сынап, мәдени байланысты дамытуға атсалысты. Мен Мәдина Шахгелдиева Әзербайжан елінен келдім. Қобыз аспабында 15 жылдан бері ойнап келем. Бұл байқауға қатысқаныма өте қуаныштымын. Себебі мұнда әр түрлі елдерден келген өнерпаздармен тәжірибе алмастым. Қазақстан халқына рахмет. Қазақстан сіздерге рахмет. Бірінші айналымда байқау қатысушылары Тілеп Аспантайұлының Бақсы, Алламжар, толғауатты күйлерін орындап, екінші айналымда көрерменді өз елдерінің шығармасымен таныстырды. Дүбірлі додада Алматы қаласының намысын қорғап, қатысушылардан оқ бойы озып шыққан гран-при иегерімен де сұхбаттасып үлгердік. Тілеп Аспантайұлы атындағы халықаралық байқау осымен екінші рет өткізіліп жатыр. Енді бұл байқаудың ерекшелігі сол әлемнің түкпір-түкпірінен орындаушылар келеді, шекті ысқышты аспаптардың барлығы қатысады. Ерекшелігі осында. Сонымен қатар жаңағы айтып өттім, бұның тағы да бір жақсы дүниесі, жаңағы келген аспаптардың барлығы қазақтың күйін орындайды. Бірнеше ұлтты бір қазақтың киелі аспабы арқылы біріктірген байқау көздеген межесіне жеткендей әсер қалдырды. Еліміз бен басқа да мемлекеттердің арасындағы ұлтаралық байланыс алдағы уақытта дами берері анық.